банан қандай енді комнатный температура дейін мұздай қылып жесең деймін да, иә. Мәселен, пельменді жесең ғой, сорпалы ауқаттан, иә. Ішіп басылағаннан, сорпаны ішіп басылағаннан пырт тері шығады. Мына ыссы ауқат мынадан сүйіп былай қарап асқазаннан өтіп ішек мына жерде тұрыпты да. Мына жерге келген уақытта ыссы ауқат қан тамырларды кеңейтеді. Етіп қан келеді. Сенің жеген ауқатыңның витамині, микроэлементі сразу қанға сорылады. Сен күннен күнге қаның нең жақсылана береді, ауырмайсың да. Қан аз, кемқанлық болмайды. А сен банан жесең, ол ыссы емес қой, қайнаған ауқат емес қой. Түсін ба? Ол деп түсті. Сендегі асқазан ішектегі мынандай түкшелер болады. Қанды алып келеді ғында, оларды раздражать етпейді да, ол деп жесең, даже почти ярымы сорылады, я сорылмайды. Ыссы ауқаттың орны бөлек. Ол қан кеңейіп, ыссы пельмен, сорпалы жақсы ауқатларды жеген уақытыңда туыр қанға түсіп, сен организмің кислородқа, ауқатқа тойынып алады.